топырағын тағзым жасамай өтпеңдер. Мына өлке мұнайма болмаңда. Құлшылық етемін тұрғанда, құлшылық етемін құмдарға, тағзым жасаймын қырларға, шүкіршілік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанда. Тату елге тыныштық орнайды, бейбіт елге ғана береке болады деп бүгінгі бірінші мамыр татулық, бірлік, ынтымақ күнімен баршаңызды құттықтап, тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына орайласа өткен бір шаңырақ астында, бір дастархан басында атты фестивалімізді ашық деп жариялаймыз. Қазақстан Республикасының президенті, Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалық етуімен тәуелсіз Қазақстан бейбітшіліктің, келісімнің және жасампаздықтың 20 жылы деген тақырыпта Қазақстан халқы ассамблеясының 17-ші сессиясын өткізген болатын. Қазақстан халқына бақ болып қонған келісім мен бірлік, бір ел бір тағдыр ұстанымына сүйене отырып, Қазақстанның барша азаматын елбасының ел тұрғандарына жолдаған болашақтың іргесін бірге қалайық атты жолдауындағы міндеттері іске асыру жолындағы бір елдің баласындай, бір қолдың саласындай жұмылуға шақырды. Ассамблеяның 17-ші сессиясының қатысушылары Қазақстан халқының ұлттық рухы, дәстүр, отансүйгіштік, жаңарту мен жеңіс рухын нығайтуға шақырды. Біз ел азаматтары ұлт көшбасшысы Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен бірлесе отырып күшті ырыс, ынтымағы тасыған, өркені дамыған тәуелсіз Қазақстанды құратынымызға сенеміз. Бір шаңырақ астында, бір дастархан басында атты мерекелік іс-шараға қош келдіңіздер. 1995 жылдың наурызында дүние жүзінде үлгі болып отырған ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың фундamenті Қазақстан халықтарының ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Ағайын туған бар адам адалдық үшін жаралған. Бар қымбат туыстық, баянды болсын тыныштық.